Сәлем достар, бүгін мен сіздермен оңай әрі тез дайындалатын таңғы жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұз себеміз. Осыны жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Міне жұмыртқамызды жақсылап араластырып дайындап алдық. Енді 2 дана шұжығымызды, яғни сосискемізді осылай сыртқы қабығын алып тастап, дәл видеодағыдай турап шығамыз. Оны дайындап алған соң, сковородкамызды баяу отқа қойып, үстіне осылай майымызды барлық жеріне осылай сүйіп шығамыз. Немесе біраз қасық майымызды құйсаңыздар да болады. Одан соң жұмыртқамызды үстіне құямыз. Оттың асты міндетті түрде өте баяу тұру керек, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетеді. Одан соң сосискаларымызды үстіне орналастырып шығамыз. Орналастырып болған соң бетін жауып, отты кішкене орташа отқа көбейтеміз. Осылай отта 5 минут ұстайтын боламыз. Одан соң келесі бетіне аударамыз. Келесі бетінде отта көп емес 1 минуттай ұстайтын боламыз. Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Оттан аламыз. Тарелкемізге салып, оны бірнеше бөліктерге бөліп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Жасап көруге кеңес беремін. Қатты асығыс болған кезде осы таңғы асты балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.